Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен қазақтың ұлттық тағамы ши бауырсақтың рецебімен бөлісетін боламын. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы суды, шекер, тұз, жұмыртқа салып, жақсылап былғайтын боламыз. Сұйық майды құйып араластырамын. Келесі енді ұнымызға ас содасын салып араластырамын. Ұнымызды електен өткізе отыра аз-аз бөліктен салып жұмсақ қамыр илеймін. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Енді 20 минутқа бетін жауып бөлме температурасына қоямыз. 20 минуттай уақыт өтті, қамырдың иіні қанып, жұмсақ болып шықты. Енді қамырымызды видеода көрсетілгендей етіп кесіп, қолымызбен домалақтаймыз. Қамыр қолға жабысқақ болса, аздап ұн сеуіп, осылай видеодағыдай домалақтаймыз. Енді осыны кішкентай ұсақ қылып барлығын кесіп шығамын. Дәл осылай барлық қамырларымызды кесіп дайындап аламыз. Осы мезетте майымызды қыздырамыз. Майымыз жақсы қыздырылған болу керек. Дұрыс қызбаса, онда біздің бауырсақтарымыз әппақ болып пісіп шығады. Сәл қызара бастағанда бауырсақтарымызды аламыз. Одан көп тұратын болса, онда қатты болып шығады. Осылай барлық бауырсақтарымызды пісіріп аламыз. Бауырсақтар қатарлақ, жұмсақ болып пісті. Бауырсақтың жарты бөлігіне мен қойылтылған сүтті қосып араластырдым. Шаймен бірге жеуге өте дәмді. Дәл осы рецептпен сіздер де жасаңыздар.